Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұмсақ, әрі нәзік болып пісетін балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видео соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға балды саламыз. Балдың сапалы болғаны жақсы. Одан соң бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, барлығын араластырамыз. Торттың толық рецептісі видеоның астында. Одан соң бал мен майды отқа қоямыз, асты қайнағанша жақсылап араластырамыз. Қайнайын деп жатқан кезде оттан алып, үстіне 1 шай қасық соданы қосамыз. Массамыз осылай 2 есеге көпіріп, ұлғаюы қажет. Кейін басқа ыдысқа 3 жұмыртқаны, оның үстіне қантты қосып, барлығын әппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Міне осындай болып көпіру қажет. Одан соң жұмыртқалы массаның үстіне карамельді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнды қосамыз. Ұнды аз-аздан қосыңыздар, бәрін бірден қосып жібермейміз. Осылай миксерлеп дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді форма дайындаймыз. Ол үшін кальцоны алып, осылай сызып шықтым. Мендегі кальцоның диаметрі 22 см. Одан соң 3 ас қасық қамырды алып, осылай пергаментің үстіне дөңгелек етіп жайып шығамыз. Одан соң алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 5-7 минутта пісіреміз. Корждар өте жылдам піседі, сондықтан да күйіп қалмауын қадағалаңыздар. Міне біздің корж пісті. Енді оның түзу болу үшін кальцоның көмегімен осылай кесіп аламыз. Қалған бөлігін лақтырмаймыз. Ол бізге үстіне себу үшін қажет. Міне осылай барлық корждарды пісіріп шығамыз. Бізде барлығы 7 корж шықты. Міне осылай әдемі болып піседі. Енді корждан қалған бөліктерін осылай езіп аламыз. Сіздерде бұнда езетін болмаса, жай целлофанның ішіне салып, оқтаумен езсеңіздер болады. Міне бізде осылай ұсақ болып езілді. Енді салмасына малиновый конфитюр жасаймын. Ал сіздер жасамасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызша. Осылай қатырылған малинаны алып, ездім. Оны ыдысқа салып, отқа қоятын боламыз. Мына жерде менде крахмал мен қант екеуін араластырып, отта тұрған малинаның үстіне қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Массамыз қоюлану қажет. Қоюланған кезде оттан аламыз. Осылай кондитерский мешокқа салып, конфитюрімізді суытып аламыз. Енді крем дайындаймыз. Бұл балды тортқа өз қалауларыңызша әртүрлі крем дайындауларыңызға болады. Мен сливки мен қаймақты араластырып дайындадым. Немесе тек қана қаймақтан да жасасаңыздар болады. Міне осылай барлығын жақсылап миксерлейміз. Сливкиіміз міндетті түрде тоңазытқыштан алыну қажет, суық күйінде. Міне біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Тортты осында кальцияда жинаған ыңғайлы. 3 ас қасықтан барлық тортымызды жинап шығатын боламыз. Мен малиновый конфитюрді әрбір корж сайын осылай әдемі етіп жағып шықтым. Сол кезде біздің корждарымыз әдемі болып көрінеді. Барлық коржды жинап болғаннан кейін тортымызды тоңазытқышқа 4-5 сағатқа пропиткаға қоятын боламыз. Міне біздің тортымыз тоңазытқышта 5-6 сағат тұрды. Кремі өте жақсы сіңді. Енді оны кальциядан босатып, қалған кремді бетіне және жан-жағына жағып шығамыз. Енді үгітілген корждың қалдықтарымен осылай тортымызды әсемдеп шығатын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын. Енді қалауларыңызша жидектермен әсемдесеңіздер де болады. Міне біздің балды тортымыз дайын, өте дәмді, әрі жұмсақ болып пісті. Кескен кезде ішіндегі әсіресе малиновый конфитюрі өте бір ерекше әдемілік беріп тұрған секілді.
міне осы рецептпен жасап міндетті түрде отбасыларыңызды қуантып менің арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.